Саламатсыздарбы окуучулар? Жакшы, бүгүнкү сабагыбызды баштабас мурун алдымен тактага назар аударабыз. Тактада бизде видео көрсөтүлөт. Бул жерде ар түрлүү улуттун салемдешүү рәсими менен таанышабыз, және соны бирге кайталайтын болобуз. Орнумуздан турабыз. Birinci top kaşede жазыпты дөңгелек тобы, екінші топ сектор тобы, үшінші топ сегмент тобы, төртінші топ радиус тобы. Қазір осы топқа біздер кездейсоқ таңдау арқылы бөлінетін болады. Мына жерде сіздердің аттарыңыз жазылған. Қазір мына темені басқан кезде сіздер автоматты түрде топқа бөлінесіздер. Бірінші топқа жаңа айтып өткен топқа Дарын, Базарбай Арайлым, Алихан, Каусар отырады. Дарын, Арайлым, Алихан, Каусар. Мына топқа келіп отырамыз. Алихан, Каусар, Дарын, Арайлым. Жақсы. Топқа бөлініп болсақ, келесі біз үй тапсырмасын тексеретін боламыз. Үй тапсырмасын көршілік тексерәдісі арқылы тексереміз. Bir-birimizбен дәптерімізді ауыстырамыз және тексереміз. Енді осы жерде сіздерге мынандай бағалау парақшасын береміз. Яғни, мына жерде неше балл алғандарыңды карандашпен, түрлі түсті карандаштармен бояп отырасыздар. Түсінді ма? 2 балл алсаңдар, 1 мен 2-ні бояйсыз. Түсінді ма? Үй жұмысынан алған бағамызды бояймыз. Неше балл алдық? 2 балл алдық па? Алмағандар да бар шығар, 2 балл алмасаңыздар боямайсыздар. Алған оқушылар бояймыз. 1 мен 2. 2 балл алсақ 1 мен 2-ні бояймыз. Өткен сабақта бізде қандай тақырып өткен болатынбыз? Дөңгелек пен шеңбер деген тақырып өтіп солай ма? Ал ендеше сол тақырыпты қайталап өтейік.